Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Мен Балқаш қаласы Абай атындағы нөмір 2 лицейдің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Әмірбаева Ғазима Мәжитқызымын. Біз сіздермен балалар тіл әлемінің құпияларына бірге саяхат жасаймыз. Бүгін біз сіздермен төл сөз және төлеу сөзбен танысамыз. Сөйлеушінің сөзі екі түрлі жолмен беріледі. Еш өзгеріссіз дәл сол күйінде жеткізіледі және сөйлеуші тарапынан өзгеріске ұшырап, тек қана мазмұны жеткізіледі. Төл сөз сөйлеушінің не жазушының сөзіндегі біреудің өзгертілмей берілген сөзі. Автор сөзі төл сөздің айналасында берілген сөйлеушінің не жазушының өз сөзі. Төлеу сөз жазушының не сөйлеушінің біреудің мазмұнын сақтап, бірақ өз сөзімен берген сөздері. Енді мына үлгіге назар аударайық. Үйге кел, деді әкесі. Бұл жердегі төл сөз үйге кел. Деді әкесі автор сөзі болады. Әкесі оған үйге келуі керектігін айтты. Бұл төлеу сөз. Себебі мұнда тек қана мазмұны ғана сақталып тұр. Мен ертең ауылға кетемін, деді Сәкен. Ертең саяхатқа шығамыз, деді Марат. Бұл жердегі ертең ауылға кетемін, ертең саяхатқа шығамын деген Марат пен Сәкеннің сөзі ешқандай өзгеріссіз айтылып тұр. Демек, бұлар төл сөз болады. Енді осыны төлеу сөзге айналдырайық. Сәкен ауылға кететінін айтты. Марат саяхатқа шығатынын айтты. Бұл жерде мазмұны ғана сақталып беріліп тұр, сондықтан бұлар төлеу сөз болады. Ал енді балалар, сіздермен біз тез шешейік. Асықпай ойланып, берілген тапсырмалардың дұрыс жауабын табуға тырысыңыздар. Төл сөз дегеніміз не? Төлеу сөз дегеніміз не? Төл сөзі бар сөйлемді табыңыз. Төлеу сөзді табыңыз. Және автор сөзін табыңыз деген тапсырмалар берілді. Асықпай ойланып, осы сұрақтардың жауаптарын табуға тырысыңыздар. Жауаптарыңызды жазып болғаннан кейін өздеріңіз мына дұрыс жауаптармен тексерулеріңіз сұралады. Міне балалар, бүгін біз осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Біз сіздерді асыға күтеміз.